міне бұл күн келе жатып, мысалы жұма күннің өзінің ақиқатына келетін болсақ, жұма күні дейді, адам мен жындан басқа нәрсенің бәрі қорқады дейді. Біз жаңағыдай құрып бейрам деп бүйтіп нетеміз ғой. Жұма күні адам мен жыннан басқаның бәрі қорқады дейді. Көктерде, аспанда, періштелерде, өйткені хабар жеткен бәріне. Қиямет жұма күні орнайды деген. Қараңыздар. Күн шығып болғанға дейін, күн шығыстан, сол уақытқа дейін қорқыныш тұрады екен. Неге күн шығып болғанға дейін? Қияметте қай жақтан шығады? Батыстан шығады. Көз жеткен кезде шығыстан шыққандығына. Сол кезде жаңа қорқыныш тарайды дейді. Не қараңыздар. Адам алейхиссалам атамыз осы күні жаралған, осы күні жәннатқа кіргізілген, осы күні жәннаттан шығарылған деген дейміз. Және қияметте тек қана сол жұма күні орнайды дейді. Міне, не үшін аталған жұма күні бізді жинап қояды мешітке, жұма намазына? Көрдіңіз бе? Бізді аман алғысы, аман алатындардың қатарында болуды қалауымызды көреді Алла Тағала.